Biz bugün biledi деген жетістікті талдаймыз. Жетістіктің сұрағы не істейді? Олай болса бұл жетістік болады. Себебі заттық іс-қимылын білдіріп тұр. Жасалу құрамына қарай дара, себебі бір түбірден тұр. Жасалу жолына қарай туынды, себебі би деген зат есімге не деген жұрнақ жалғану арқылы етістік пайда болып тұр. Істің болып болмауына қарай болымды. Себебі істің болғанын білдіріп тұр. Ал мағынасына қарай сабақ етістік. Себебі өзінің алдына табыс ептігін қажет етіп тұр. Райға қарай ашындай. Себебі өткен шақтан тұр. Шақтан өткен шақ, оның ішінде жедел өткен шақ. Бүгін біз топтасқан сөзін таңдаймыз. Топтасқан не істеген деген сұраққа жауап береді. Ол бізде жетістік, себебі іс-қимылды білдіріп тұр. Құрамына қарай дара, себебі бір түбірден құралған. Жасалу жолына қарай туынды, себебі тас жұрнағы арқылы туынды жетістікке айналды. Істің болып болмауына қарай болымды, себебі істің болғанын білдіріп тұр. Мағынасына қарай салт етістік, себебі табыс тектігінің шарттарын қажет етіп тұрған жоқ. Райтер ашық қарай, себебі өткен шақта тұр. Шақтыр өткен шақ, себебі қан деген жұрнақ арқылы өткен шаққа айналды. Қазір жазым келеді сөзіне талдау жасайды. Не істегім келеді? Не істегім келеді? Жазым келеді. Себебі іс-әрекеттің енді болатынын білдіріп тұр. Құрамына қарай күрделі. Себебі екі сөзден тұр, екі түбірден құралған. Жасалу жолына қарай туынды. Себебі екі сөздің тіркесуінен жаңа ұғым пайда болып тұр. Мағынасына қарай сабақ. Себебі өзінен бұрын табыс ептігін қажет етіп тұр. Райтері қалаурай. Себебі жұрнағы және де келеді етістік арқылы жасалып тұр.